Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеомның тақырыбы банктердің осы черный списогі. Қазақша айтқанда қара тізім туралы айтып кететін боламын. Барлықтарыңызға бұл тізім черный список атауымен таныс. Соған байланысты осы видеода черный список деп атайтын боламын. Осы тақырыпқа өтпестен бұрын менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліңіздер. Алдағы заңға байланысты көптеген жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Енді достар, осы черный списоктың қандай түрлері бар? Олардан шығуға бола ма? Және кредитная историяның жағдайын қалай білуге болатын осы видеода жауап беретін боламын. Черный список дегеніміз бұл банк алдындағы міндеттемелерін қандайда бір жолдармен орындамаған банктың клиенттерінің тізімі. Бұл тізімге кредит бойынша төлемдерді кешіктірген, немесе банктық қарызды мүлдем төлемеген клиенттер және тағы басқа да адамдар қатары жатады. Достар, бір затты есте сақтап жүрген дұрыс. Банктер сіздің черный списокта екендігіңізді ешқашан сізге айтпайды. Егер де сізге барлық банктерде шот ашудан немесе кредит беруден бас тартса, сіз черный списокта екеніңіз анық. Ал енді черный списоктардың түрлеріне тоқтала кетейік. Ең біріншісі банктың өздерінің жеке тізімдері. Екіншісі сот орындаушыларының тізімдері. Үшіншісі коллекторлық тізімдер. Төртіншісі кредиттік тарих бюроларының тізімдері. Банктың жеке тізіміне тоқтала кетейік. Бұл тізім әр банкте бар. Оған банктік кредиттердің шарттарының талаптарын бұзған клиенттер туралы ақпараттар енгізіледі. Болашақта клиентке несие беру туралы банктың шешіміне осы ақпарат тікелей әсер етеді. Келесі тізім бұл сот орындаушыларының тізімдері. Егер клиент несиені өтеуден барынша жалтарса, банк сотқа жүгінуге құқылы. Сот шешімінің негізінде сот орындаушылар қарыз адамның оның мүлкіне немесе оның шоттарына арест қою арқылы кредиттің қарызын өндіріп алады. Осы мақсат үшін сот орындаушыларының тізімі қалыптастырылады. Келесі айта кететін тізім ол коллекторлық тізімдер. Егер кредит алушы адам кредит төлеуден жалтарған жағдайда, банктер қарызды өндіру мақсатында сіздің кредиттеріңізді коллекторларға өткізіп жібере алады. Ары қарай коллекторлар не істейтінін өздеріңіздер жақсы да білетін шығарсыздар. Осы коллекторлардың құқықтары мен олармен қалай сөйлесу керек туралы менің YouTube каналымда видео бар. Соны көріп қараңыздар. Коллекторларға өтсе, не істеу керек екендігін көріп білсеңіздер болады. Келесі айтып кететін тізім кредиттік тарих бюроларының тізімдері. Кредиттік тарих бюроларының банктың кредит төлейтін немесе төлеуден қашатын осы клиенттер немесе зиянкестерден қорғау мақсатында банкке қарыз адамдар мен кредит бойынша төлемдерді аяқтаған адамдардың тізімі арнайы жүргізіледі. Кредит тарихына сүйене отырып, банк клиентке кредит беруді мақұлдауы немесе бас тартуы шешіледі. Бюрода кем дегенде бір рет банкке немесе олардың қызметкері үшін жүгінген барлық адамдардың кредиттарының тарихы туралы ақпарат сақталады. Негізі менің сіздерге айтарым, оны өздеріңізде мені жақсы білетіндей, черный списокқа енбеген дұрыс. Өйткені кредитная история 10 жыл бойы кредит бюросында сақталады. Ұзақ уақыт келсес пе? Осы 10 жыл ішінде сіз кредит алудан немесе банк шоттарын аша алмайсыздар. Бірақ черный списокқа өтіп кетсеңіз, не істеу керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Егер сізге шұғыл кредит қажет болса, бірақ сізге барлық жерде кредит беруден банктер бас тартса, менің ойымша келесі қадамдарды жасаған дұрыс. Ең бірінші, егер сізде кредит историяңыз нашар болса, кредит алайын деп жатқан банк қызметкеріне неге бұрынғы кредитіңізді кешіктірдіңіздер, соны жазбаша түрде жазып түсіндіріп, яғни банкке заңды түрде ақпаратқа өтініш жазып өткеніңіз дұрыс. Екіншіден, сізге қазіргі жағдайда қанша ақша тауып жатқан туралы құжаттарды ұсынасыздар. Яғни жалақыңыз туралы, қосымша кірістеріңіз болса, басқа қарыздарыңыздың болмауы туралы ақпараттарды. Үшіншіден, кредит алған кезде кредитная историяны жақсарту үшін барлық соманы уақытында және толық көлемде төлеңіз. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Егер видео пайдалы болса, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркелуіңізді ұмытпаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.